Сақалды қыз. Нұрғали Ораз. Шынымды айтсам, мен оның салған суреттеріне бәлендей бір мән беріп, қызығушылық танытып, ойлана қараған кісі емеспін. Сондықтан да суретші досымның бейнелеу өнеріндегі өзіндік орнын да, өмір бойы тынымсыз салып өткен картиналарының шынайы бағасын да білмеймін. Ағымнан жарылсам, астаналық жазушы ретінде перифериядағы талапкердің ізденіс ұмтылыстарына биіктен ассамси қараған, көзге ілмеген кездерінде болған. Облыс орталығындағы ескі вокзалдың перронына табаным тиер-тиместе қол жүгіме жармасып, содан қашан жол сапарымның мерзімі аяқталып, келген жағыма қайтып кеткенге дейін, қандай қызметіме болса да әзер тұратын ақ көңіл, адал достың кіршіксіз ақ пейілін бір-екі ауыз болса да жылы лебіз дәметкен жарамсақтыққа жорған шақтарында да енді жасырғым келмейді. Біреуді қожам десең, ол сені құлым дейдінің кебіме, жылдар өте келе оның со дос көңілі мен адал қызметіне бойым үйреніп, ежелден солай болуға тиісті нәрседей қабылдай беруге дағдыланғанмын. Оның үстіне менің әр нәрсеге кінәмшіл, кірпияз паңдылығым мен оның анау-мынауды елең қыла қоймайтын салдыр-салақ, кең қолтық мінезі бетпе-бет ұшыраса қалғанда, кейінгісі алғашқысына жол беріп, қолындағы сөмкесін алып, аңқалақтап артынан еріп жүре беретіндей көрінуші еді. Ол өзінің үсті-басының, киім-кешегінің тазалығына да аса мән бере қоймайтын. Қай кезде жолға қалсақ та сақал шашу өсіп, жаға жеңі кірлеп жүретін. Кейде бір қызмет бабына қарай осы облыстағы лауазымды қызметкерлердің қабылдауына бара қалғанымда, мен оны сыртта есік алдына қалдырып кететінмін. Ол оған титтей де ренжімейтін. Қайта иығынан бір ауыр жүк түскендей қуанып, кеудесін кере жеңіл тыныстап қалғандай болатын. Анығында мен оның олпы-солпы түрінен іштей жиіркеніп, өзімнен алыс ұстауға тырысушы едім. Тарағат ауылының тісі батпайтын қайратты бұйра шашы, егістікке шыққан түйе қарындай қау құйып, қалың қара қастарын астынан сығырайып әрең көрінетін қысық көздерін бар салмағымен жаншып жатқандай көңілімде бір аяныш сезімін туғызатын да, көзімді тез тайдырып әкетуге асығатынмын. Таңырайған келте танауы, әсіресе талай-талай дастархандарда бірге отырып тамақ ішкен сәттерімізде өзінен өзі терлеп тепшіп, мұрнын қайта-қайта пысылдатып тарта беретін жаман әдеті тіпті ұнамайтын да. Кейінгі жылдары кітаптарым жиі жарық көріп, тұрмыс-тіршілігім едәуір түзелген соң, су жаңа машина сатып алдым да, бұдан былайғы жерде жол сапарларға өз көлігіммен шығатын болдым. Өткен жазда осы облыс орталығында жолға қалғанымызда, бұл жаққа келе жатқаныңызды неге айтпадыңыз? Өзім күтіп алатын едім ғой деп өкпе назын білдіргені де есімде. Бірде ол менің уақытымның тығыз екендігіне қарамай, қиыла өтініп, қолымнан сүйрегендей боп өзінің шеберханасына алып барды. Қазір анық есімде жоқ, институттың ба әлде колледждің бе қоймасы болып саналатын ескі сарайдың бір бұрышындағы қуықтай бөлме екен. Ол іште емін-еркін жүріп көруге мүмкіндіктің жоқ екенін айтып, арзанқол рамалармен жиектелген картиналарын бір-бірлеп сыртқа шығарды да, іргесін су шайып, қызыл кірпіштер мүжіле бастаған қабырғаға қаз-қатар сүйеп қоя бастады. Жайма-шуақ көктем еді. Табиғат өзінің бар бояуын жарқырата көрсетіп, өзге бояуларды менсінбей, мұрнын шүйіре қарап тұрған шақтын. Соның әсеріме суретші досымның картиналары табиғат картинасын алдында солғын тартып, күлімдеген күн көзінен ұялғандай сиықсыз көрінген. Мен де анық бір кесімді пікірімді айта алмай, бірінен соң біріне көзімді алып қашып көңіл жей бергенмін. Ол көк пембе көк шалғынның үстінде аяқ-қолын тарбайтып, тыр жалаңаш жатқан балпанақтай сәбидің бейнесі кескінделген картинасын қолымен нұсқап, «Міне, мына суретте не көріп тұрсыз?» деді мен білмейтін бір құпия сырды ішіне бүгіп тұрғанда екі көзі ұшқынатып. Бұл ғарыш перзенті. Әне, оның әкесі. Әкесінің қос жанары сәбидің әр қимылынан көз жазбай бақылап тұр. Ол картинадағы көгілдір аспан төсіндегі таңғы көштен қалып қойған қос жұлдыздай сығырайған қос таңбаны көрсетті. Мен өзімнің кәсіпқой сыншы емес екенімді, сондықтан да көркем өнер сырларына тереңдеп үңіле алмайтынымды айтып ақталғандай болдым. Жоқ, деді ол басын шайқап,
үзілді-кесілді келіспейтіндігін білдіріп, түсінуге тиістісіз. Өйткені сіз де, мына мен де, жалпы жер басып жүрген пенделердің барлығы да ғарыш перзенті. Демек, мына картинада солай аталатын болғаны ғой? Дәл таптыңыз, деді ол екі көз шоқтай жайнап. Солай аталады. Бұған одан басқа ат тауып қою мүмкін емес. Осыдан соң ол өз картиналарындағы ойның бәрі де ғарышпен байланысты екенін, өйткені суреткер санасына келіп қонып, қылқалам арқылы жарыққа шығуға ұмтылатын идеялардың барлығы да ғарыштан жететінін қызбалана айтып, маған тереңірек түсіндіруге тырысты. Идея дегеніміз ғарышта қалқып жүретін материясыз сана. Онда олардың иесі де, таратушысы да жоқ. Бірақ олар әлсін-әлсін жер бетіне қарай ұмтылып, қайсы бір жандардың санасына қонып, бейнелеу, музыка немесе сөз өнері арқылы таралады. Ал оларды таратушылар, суретші, композитор, жазушы немесе философ атанып жатады. Әрине, суреткер талантын, шығармашылық ізденісін ешкімде жоққа шығара алмайды. Себебі, белгілі бір уақыт аралығында кезегімен жер бетіне жақындап келетін ғарыштық идеяларды дәл сол мезгілде бір емес, бірнеше қабілетті адамдардың ми локаторлары қабылдап үлгереді. Бірақ дер кезінде қабылдау бар да, оны қорытып, өңдеп, тарату тағы бар емес пе? Міне біздің талант, ізденіс, жаңалық деп жүргендеріміз де сол. Кім елгезек, ізденіп бас, ең басты еңбеккер болса, сол ғарыштық идеяны өзгелерге қарағанда тезірек тарата алады. Содан соң барып, әттеген-ай, сол ой менің де басымда болып еді-ау дейтіндей, ішкі таңданыс, өкініш әрі берден кейін қызғаныш та туады. Рас-ау деген ой келіп еді маған сонда. Бірақ бұл жаңалық біз дағдыланғандай күнделікті баспасөз беттерінен, радио, теледидардан жиі насихатталып, биік мінберлерден жиі айтылып жатпағандықтан қайтып еске алмағанмын. Олар тұратын облыс орталығына осы жолы келгенімде өзім таяуда ғана танысқан бір дәулетті кісінің үйінде аста-төк мол дастарханның басында отырып, әңгіме арасында суретші досымның бұдан бір ай бұрын бақилық сапарға аттанғанын естіп, үнемі қасымда жүретін жанашыр, аяулы бейкүнә жан маған өкпелеп, бір ауыз сөз де айтпай, барса келмеске кетіп қалғандай өзімнен өзім қысылып, ыңғайсыз күй кештім. Мен үшін оның орны бөлек екенін осы жолы алғаш сезіндім. Бірақ енді бәрі де кеш еді. Ертеңіне марқұм суретші досымның анасына көңіл айту үшін қасыма бір таныс кісіні алып үйіне бардым. Бірінен бірі аумайтын сұрғылт бетон қораптардың бірінде екі бөлмелі аядай ғана пәтерде тұратын анасы мен қарындасының сынық жүзі мен жүдеу тұрмысын көргенде, мен оның үйленбей, бұл өмірден бойдақ күйінде өткенін есіме алдым. Неге өйтті екен? Ол туралы біздің арамызда әңгіме де болмапты тіпті. Сурет. Оның бар айтар әңгімесі, ішіне бүккен сыры, бақыты мен соры сол сурет еді-ау. Ақыры содан не опа тапты? Біз оның кәрі шешесі мен өзіне ұқсайтын жалпақ бет, қысық көз қарындасына көңіл айтып, сыртқа шығуға беттегенімізде, егер сіздер қарсы болмасаңыздар, кез келген бір суретін естелікке алайын деп едім деген өтінішімді айттым. Анасы үнсіз қызына қараған. Ал ол маған жалт бұрылып, әрине болады деді қуанып. Бірақ ол үшін көкемнің шеберханасына баруымыз керек. Мен басымды изедім. Біз баяғы ескі сарайдың бір бұрышындағы шағын шеберханаға келдік. Есікке салынған үлкен қара құлыпты ашып, суретшінің қарындасы мені ішке кіргізді де, қалаған картинаңызды алыңыз деді шын ықыласымен. Көкем сізді жақсы көруші еді. Аузынан тастамай айтып отыратын. Мен іштей ыңғайсыз күй кешіп, марқұм досымның көзі тірісінде қадіріне жете алмағанына өкіндім. Шаң басқан картиналардың арасынан баяғы суретшінің өзі көрсеткен ғарыш перзентін таңдап алдым. Содан соң ішкі қалтамнан әмиянымды алып, әлгі қарындасқа қызыл құлақ 5000 теңгелікті ұсындым. Ол менің бетіме таңғала қарап тұрып, мұныңыз не деді сыбырлай сөйлеп. Бұл картинаның әлде қайда қымбат тұратын білемін дедім, ойымды барынша сыпайы жеткізуге тырысып. Бірақ әзірге жоқ деді ол сөзімді аяқтатпай кейін шегініп. Алмаймын. Сіз көкемнің досы емессіз бе?
Өнер туындылары сатылады ғой айналайын. Оның ешқандай сөкеттілігі жоқ. Бәрібір алмаймын. Қызық екенсіз. Мен не істерімді білмей тосылып қалдым. Жарайды дедім қызды ренжітпей алмайын деп. Тек ренжі көрмеш қалқам. Жоқ, о не дегеніңіз? Ренжімеймін ғой деді ол қайтадан жайдары қалпына түсіп. Түсінемін ғой сізді, бірақ көкемнің салған суреттерін ешкімге де сатпаймын. Сонда, дедім мен бөлмедегі картиналарға қарап иегімді қағып. Ол менің не демек болғанымды айтқызбай-ақ түсінді де, рас, мына сарайдың иесі бөлмені босатыңдар, әйтпесе ақысын төлеңдер деп күнара міндетсініп жатыр деді. Енді мен бұл картиналардың біразын көкемнің оқыған мектебіне тарту етемін. Біразын өзінің секілді достарына сыйлаймын. Содан қалғанын үйге апарып қоямын. Бірге туған қарындасымдай мені бауыр тартып, бүкпесі шындығын айтып тұрған қызға іштей риза болдым да, мен мына кітаптарды да қарап көрсем қайтеді дедім қабырғаға қағылған сөредегі біраз кітаптарға көзім түсіп. Әрине, көріңіз деді ол марқұм ағасы сияқты шын пейілмен бәйек болып. Сіз көкемнің ең жақын досы емессіз бе? Тек өмірінің ақырғы күндерінде қасында бола алмағаныңыз өкінішті-ақ. Бірақ бәрі де күтпеген жерден болды ғой. Таңертеңгісін үйден шығып бара жатып, кенет бір жағына қарай жантайып құлап қалды. Содан жедел жәрдем шақырып ауруханаға апарғанда да есін жиған жоқ. Дәрігерлер миына қан құйылған дейді. Бір адамның бүкіл өмірін сарп етіп салған мынау картиналары енді кімге керек деген ой келді маған. Ол өзінің ұлы суретші бола алмайтынын білді ғой. Бірақ сонда да өнерді тастап кете алмады. Сұлу әйелдің арбауына түсіп қалған ақмақ еркек сияқты салпақтап, азат басы құл болып, бәріне көніп, бәріне төзіп жүре берді. Сонымен ақыры не болды? Не болғанын өзге түгілі өзі де сезбей кеткен жоқ па? Кенет бойымды қорқыныш билеп, денем қатты түршігіп кеткендей болды. Сөредегі кітаптардың көбісі атақты суретшілердің альбомдары, ұлы тұлғалардың естеліктері, аузымен құс тістеген қайсы бір қайраткерлердің мемуарлары екен. Солардың арасынан қолыма бір қалыңдау дәптер ілікті. Ішіндегі маржандай тізілген көркем жазу марқұм суретші досымның өз жазуы сияқты көзіме оттай басылды. Алғашқы бетіндегі бір-екі сөйлемін оқығаннан-ақ лап етіп қызығушылығым тұтанып, оның көзі тірісінде бізге айта қоймаған сырлары осы дәптердің ішінде жасырынып жатқандай болды. Мына дәптерді әзірге ала тұрайын, бір-екі күннен соң қайтарамын дедім досымның қарындасынан тағы да өтініп. Алыңыз деді ол. Бұл да көкемнің бір қымбат дүниесі шығар. Бір жола алам десеңіз де өзіңіз біліңіз. Мұнда қалғанмен оның қадіріне жете алмаспыз. Жазу-сызудың сыры сізге жақсы мәлім ғой. Сол күні түнге қарай қонақ үйде жалғыз қалған кезде әлгі қоңыр дәптердегі жазбаларға үңілдім. 1983 жылдың күзінде Қарлытаудың бөктеріндегі Қамысты ауылына келдім, деп бастапты. Бар ойым осындағы табиғат көріністерін кенепке түсіріп алу. Бұл өлкенің күзгі бояуы ғажап болады. Әсіресе батар күннің ілкі бір мезетінде жалт етіп көрініп қалып сөнетін қызғылт сары қоңыр түс бақидан пәниге түскен жұмақ сәулесі секілді. Бұл ауылға келуімнің өзі бір жыры болды. Бұралаң тау жолмен ыңыранып, күшеніп, қайсы бір тұстарда қаусаған сүйегі шашылып қалардай, селкілдеп қалшылдап, бесін ауа әзер жеткен пұшық сары автобустан мольбертімді қолтықтап, сақал шашым желбіреп түскен менің пошымым көше-көшеде топтанып ойнап жүрген майда-пашақ балаларға қызық көрінді білем. Тұс-тұстан маған қарап саусақтарын шошайтып күліп жатқан сияқты. Бірақ бұл ауылдың басқаға таңғалса да сақалға таңғалмайтынына сол күннің ертеңін-ақ көзім жетті. Себебі мұнда шоқша сақал, қаба сақал, ата сақал, күйек сақал дейсің бе, әйтеуір неше алуан сақалдар толып жатыр. Тіпті жыр жоқ, айта алмаймын. Күн сайын мольбертімді қолтықтап алып, тау бөктеріне барып сурет салып жүрдім. Күзгі бояулардың кереметін тілмен айтып жеткізу қиын. Ал кенепке түсіру мүлде мүмкін емес. Есіңнен тандырады.
Аяқ астынан мол қазынаға тап болған пақырдай не істеріңді, қалай көтеріп әкетеріңді білмей, алақ-жұлақ етіп, асып-сасқаннан басқа түк келмейді қолыңнан. Бұл сірә сұлу табиғаттың қысқы өлім алдындағы бой жазып жасануы шығар, кім білсін. Мен сол сиқырлы бояулардың арасында адасып, әрқайсына бір алданып, сергелденге түсіп жүрдім. Тағы да қанша жүрерімді кім білсін, егерде... маған кенет мынау мың сан бояулардың ішінен өз бояуымды табуым керек. Мейлі ол басқалардай соншалықты әдемі болмай-ақ қойсын, көзің жауын алып жұтынып тұрмай-ақ қойсын, бірақ өз бояуым болуы керек деген ой түсті. Қалай дейсіз ғой? Әрине ғарыштан. Қазір ойласам, менің осы ойым мен осыдан кейінгі күтпеген кездесудің арасында бір құпия байланыс бар сияқты көрінді. Бірде кеш бата шаршап шалдығып таудан түсіп келе жатып, өзен жағасында шекем тас серіп ойнап жүрген 3-4 қыз балаға кездесіп қалдым да, бұрын-соңды өңім түгілі түсімде көрмеген бір сұмдықты көріп, өз көзіме өзім сене алмай қалшиып қаттымда қалдым. Шынымды айтсам, алғашқыда бойымды қатты қорқыныш биледі. Өзен жағасында алаңсыз ойнап жүрген әлгі жап-жас қыздардың самайынан бастап иегінің астына дейін шапқан қауқиған қаба сақалдары бар еді. Бұлар сірә адам емес, кешкі апақ-сапақта судан шыққан сайтандар болар деп ойладым. Көзімді бір ашып бір жұмдым. Астапыралла, астапыралла деп ішімнен қайта-қайта қайталап ауылға қарай тезірек жүрейін десем, екі аяғым жерге жабысып қалғандай тұрған орнымнан қозғала алмаймын. Бірте-бірте есімді жиып, әлгі қыздардың бәрінің емес, біреуінің ғана сақалы бар екенін аңдадым. Бәлкім күн батар шақта менің көзіме қос көрінген шығар, бұлардың мүлде сақалы жоқ, жай әшейін өздерімен өздері ойнап жүрген осы ауылдың қыздары болар. Қазір көзімді қайта жұмып ашсам, бер жақтағы қыздың да қауқиған сақалы түсіп қалар. Жоқ, сол қапы, әлі тұр. Осы кезде қыздардың да назары маған ауған байқап қалдым. Орталарында біреуі, «Өлә, анау ағай бізге тесіліп қарап тұр» деді дауыстап. Содан соң бірін-бірі түртіп, кетейікші тезірек деп ауылға қарай асыға бастады. Кешкісін өзім құдай қонақ болып келген үйдің кемпірінен естідім. Шырағым, бұл ауылда сондай бір сақалды қыз бар. Шыр етіп дүниеге келгенде сөйтіп түкті болып туған. Кім білсін, ол да болса, Алла тағаланың бізге көрсетейін деген кереметтерінің бірі шығар. Аты кім? Атыма? Деп кемпір қапелімде есіне түсіре алмай, тамның бұтағына қарап ойланып қалды. Кім еді? Деді содан соң менің өзімнен сұрағандай болды. Тілімнің ұшында тұрған қараш, нышанды қыз, сақалды қыз деп аузымыз соған әбден үйреніп кетіпті ғой қараңғалғыр. Енді есіме түсті. Әп-әдемі аты бар Үміт деген. Дәрігерге қаратқан ба? Қаратқанда қандай? Докторге де, тәуіпке де, бақсы балгерге де алып барған әке-шешесі. Бірақ солардың ешқайсысынан қайран болмады ғой. Бұл жақтағылардың шамасы келмеген шығар емдеуге. Басқа жаққа да көрсеткен. Тіпті сонау Мәскеуден бір профессор де келген. Әрі қарап, бері қарап, қызды өзімізбен бірге алып кетеміз дегенде, көнбей қойған әке-шешесінің өзі. Іштен шыққан перзент қой, қайтып қисын. Құдай-ай, бұ да бір тағдырдың тәшпіші де. Екі көзін жәудіретіп қалай жіберсін алысқа. Сол күннен бастап әлгі сақалды қызды жақыннан бір көруге аңсарым ауды да тұрды. Бірақ жуық арада соның сәті түсе қоймады. Менің төбем көрінгеннен ол қасқырдан үріккен еліктің лағындай алыстан зымырап қашатын болды. Кімнің шығарып жүрген білмейм, ауыл ішінде қаладан келген суретші сақалды қыздың суретін салмақшы екен деген қаңқу сөз тарап кетіпті. Ондай ой менің басыма келмеген. Күлдім де қойдым. Алайда сақалды қыздың түрін жақыннан бір көрсем деген аңғал әуестігім ауыл ішінде алып қашпа әңгіме туғызғанымен қоймай, онсыз да көлденең жұрттың көзімен сөзінен сескеніп, әбден жүйкесі жұқарған бейшара қыздың жанын жаралғанға ұқсайды. Мен оны бірақ кейін білдім, кеш білдім. Ертең қайтпақ болып жолға жиналған күні кешкілік мені сол ауылда өтетін бір тойға шақырды.
Қызық думанға құмарлығым, қыз қырқынға ебім жоқ. Ебедейсіз басым не істерімді білмей ойланып тұрғанымда үй иесінің кемпірі: «Шырағым, ертелі-кеш ала қағазға үңілемін деп өмірдің өзге де қызықтарынан қорғалма. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды» деп басырмалата сөйлеп есімді шығарып жіберді. Соған қарап мені тойға шақыру да осы кемпірдің идеясы шығар деп ойладым. Әйтсе де менің сол тойда ауыл жастарымен әмпей-жәмпей болып көңілімнің жарасып кете қойғаны шамалы. Жұртқа жоғымымның жоқ екенін тағы да бір дәлелдеп, ешбір топқа қосыла алмай, ең соңында жалғыз өзім сопайып бір бұрышта қалдым. Сонсоң ескі бағана секілді ешкімге керегім болмай, состиып тұра беруге ыңғайсызданып, ырду-дырду көпшіліктің ішінен елеусіз ғана сытылып шығып үйге қарай аяңдағанмын. Кенет ауыл арасындағы тар көшені жиектей созылған тар шарбақтың ішінен біреудің «Ағай» деген жасқаншақ нәзік даусын естідім. «Ағай» дейім, тоқтаңызшы. Мен қалт тұра қалдым. «Ағай» деді әлгі жасқаншақ дауыс тағы да. «Сізге бір нәрсе айтайыншы деп едім». Қайдасың?» Мен мұндамын. Енді байқадым. Тал шарбақтың ар жағынан біреу сығалап қарап тұрған сияқты. Бір-екі қадам жақындап, не айтар екен деп құлағымды тостым. Ол бір жақтан жүгіріп келгенде демін жиі алып ентігіп тұрған сияқты. «Сен кімсің?» деп сұрадым, даусымды ақырын ғана шығарып. Мен Үмітпін». Сақалды қыз деп іштей таңырқап сәл тосылып қалдым. Ол да үндемеді. Шамасы маған әлгі бір нәрсені айта алмай толқып тұрған сияқты. «Я, не айтасың?» дедім сыбырлап. «Ағай, сіз менің суретімді салмаңызшы, шарай ма? Өтінем, салмай-ақ қойыңызшы». «Жоқ, оны кім айтып жүр саған?» «Осы ауылдағылардың бәрі де айтады». «Мен сенің суретіңді салмаймын» дедім мен басымды шайқап. «Ондай ойым жоқ. Жалпы мен мұнда тек табиғат пейзаждарын жазу үшін ғана келгенмін». «Қалай? Кәдімгідей? Әріптермен бе?» Ол мырс етіп күліп жібергендей болды. Мен де езу тарттым. «Жоқ, бояумен жазамын» дедім оның күлгеніне қуанып. Біз суретшілер осылай сөйлегенді ұнатамыз. Өйткені сурет саламын дегенге қарағанда картина жазамын деген сөздің мағынасы әлде қайда терең. Түсіндің бе? «Я, ағай». «Ау, сіз менің суретімді салмайсыз ғой, я? Шын ғой?» «Жаңа айттым емес пе? Немене маған сенбей тұрсың ба?» «Жоқ, сенем ғой. Бірақ ауылдағылар айтады, сіз менің суретімді салып, көрмеге апарып іліп қоясыз дейді. Онда адамдардың бәрі де көреді ғой». Мен енді не дерін білмей үнсіз қалдым. Ол тағы да сезіктеніп, маған үрейлене қарап тұрған секілді. Егер деді ол қайтадан булыға сөйлеп, сіз менің суретімді салатын болсаңыз бар ғой, онда мен өлемін. Ол кемсеңдеп жылап қоя берді. Мұны күтпеген мен мүлде сасқалақтап қалдым. Кім? Үміт, айналайын, сен жыламашы. Олар өтірік айтады. Мен сенің суретіңді ешқашанда салмаймын. Ондай ой менің басыма келген емес. Сен білмеуші ең, кейде адамдардың осылай өтірік айтатын кездері болады. Сен оларға сенбе. Білдің бе? Сенбе. Мен шарбақтың арасынан қолымды созып оның басынан сипадым. Содан соң бейкүнә қыздың көз жасын сүртпек болғанымда саусағымның ұшына сақалына тиіп кетіп денем дір ете қалды. Ол сезді де басын тез тартып ала қойды. «Мен ертең қайтамын» дедім қолыммен шарбақтың талынан қыса ұстап тұрып. «Сен ештеңені де уайымдамай, сол баяғысынша достарыңмен ойнап күліп жүре бер, жарай ма? Мен ешқашанда сенің суретіңді салмауға уәде берем. Әр суретшінің өзінің көңілі қалаған тақырыбы, ойы, идеясы болады. Сурет арқылы адамдарға бір нәрсені айтып түсіндіргісі келеді. Ондай ой сенде де болатын шығар-ау. Мүмкін, Үміт, сен де суретші боларсың, «Жоқ», деді ол даусын таңдана созып. «Менің оған икемім жоқ қой, ағай. Сурет сала алмаймын ғой. Сізге ғана айтайын. Менің дәрігер болғым келеді. Ең алдымен өзім емдесем деймін». «Ағай, сіздің әңгімеңіз қызық екен. Мен осылай адамдармен түнде сөйлескенді жақсы көремін. Бұрын сізден қатты қорқып алыстан қашып жүруші едім». «Білем,
Енді қорықпа, жарай ма? Ұялудың да қажеті жоқ. Міне, көрдің бе? Менің де сақалым бар. Иә, бірақ сіз ер адамсыз ғой. Ер адамдарға ол жарасады. Ал қыз балаларда болғаны қорлық. Егер мен ер бала болғанымда бар ғой, онда бәрі де басқаша болар еді. Ешкімнен ұялмай, балалар шал деп мазақтаса да қорланбай, бәрімен ұрсып төбелесіп жүре берер едім. Кейде соны ойлап, түнімен жылап шығамын. Оның не, Үміт? Сен жылама. Құдайдың өзі өстіп жылатып қойса қайтемін, ағай. Жүрегім шым ете түсті. Жап-жас қыздың аузынан мұндай салмақты сөз естимін деп ойламап едім. Беу тағдыр-ай, сенен шебер, сенен ұлы ұстаз жоқ. Сен бәрін де үйретесің. Ал сау бол, Үміт, дедім мен ертең жолға шығатынымда есіме алып. Көріскенше күн жақсы болсын. Қалаға келе қалсаң, хабарласуды ұмытпа. Суретші Сағындықов десең, мені бәрі де білет. Сау болыңыз, ағай, деді ол шарбақтың ар жағынан басын шығарып. Мен өз жөніммен ұзай бердім. Кенет ағай деп дауыстады ол арт жағымнан. Сіз біздің ауылға тағы да келесіз бе? Білмеймін, дедім мен иығымды қозғап. Мүмкін келіп те қалармын. Бірақ ол ауылға қайтып менің жолым түскен жоқ. Сақалды қызда бірте-бірте санамнан өшіп, көңілімдегі суреті көмескі тарта берді.